Мына жерде не бар? Бізде отзыв айтылған. Мына жерде бізде Мира ханым бар. Мира ханым отзывыңызбен бөлісесіз ба? Қазір тоқтаңыз, мен камераны переключу. Бұл кісінің өзінде қазір өзі айтады. Мейрамгүл ханым, енді сіз жаңағы черный медті ішпес бұрын сізде қандай диагноз болды? Черный медті ішпес бұрын менде осы жылы оразаның алдында асқазанымда шлангы жұтқан кезде, асқазаныма қатты приступ беріп больницаға барған кезде маған язва бар деді. Содан кейін асқазанда эрозия болады екен. Одан кейін асқазанның басында бір клапан болады екен. Сол клапан дұрыс ашылмайды, дұрыс жабылмайды деді. В общем, сонымен ораза басталып кетті. Елдер айтып маған ораза кезінде асқазанға өте пайдалы, ораза ұстасаң, жаңағы кішкене басылады ауырған деді. Одан кейін мен жаңағы оразаның алдында врачқа бардым. Шланг жұтқа язва бар дегеннен кейін. Сонан кейін неге барып едім? Врачқа барып едім. Маған көп система, укол, таблеткалар, сондайлар жазып берді. Оның пайдасы болғанда мен ішіп едім, асқазанымда одан сайын ауыртты. Таблеткалар, үлкен капсуладағы таблеткалар болды. Уколын алдым, бірақ ай алдым. Сөйтіп жаз бойы той дедік, айттық, бүйттік, жүрдік. В общем, сонымен қалды. Ешқандай қаралмай, ешқандай ем қолданған жоқпын. Содан кейін июль айы, шілденің аяғында маған осы черный медті ішіп көр деп кеңес берді бір дос қызым. Содан кейін осы черный медті іше бастадым. Август, сентябрь, октябрь іштім. Содан кейін октябрьдің аяғында тағы асқазаннан приступ берді. Одан кейін 3,5 ай ішкеннен кейін мен тағы енді қорықтым, ешқандай ем қолданбағаннан кейін асқазанымдағы жара болып кетті ма, не болды язвам деп қорқып барып тағы 6 айдан кейін ғана жұтуға болады екен. Шлангы барып тағы жұттым, УЗИға түстім, өттем ба деп. Сонымен жаңағы түскен кезде менің ешқандай асқазанымда язва жоқ деді. Қағазыңыз бар ғой, Степан? Иә, қағазым бар. Сонда жаңағы 3,5 ай осы черный медті тоқтамай ішкеннен менің асқазанымдағы эрозиям да, язвам да кетіп қалыпты. Сонымен шлангы жұтып, сонымен көзім жетті, УЗИға түстім. Одан кейін менде запор болған, ол запорым да кетті осы черный медті ішкеннен. Тек қана черный мед іштіңіз бе? Қандай өнімдер тағы іштіңіз? Черный медпен қоса диатомия іштім. Мынау енді черный мед негізі бүкіл ішкі құрылысыңыздағы барлық жаңағы паразиттерді, жаңағы тұрып қалған бүкіл жаңағы нелерді, қақтарды, бәрін, шектерді тазалайды. Мынау сыртқа шығарады. Жаңағы басында бір апта ішімді өткіздім, мынау шегім істемейді ғой, енді запор болғаннан кейін. Шек 10 күнде, бір аптада бір барғаннан кейін. Одан кейін мына диатомияны күнде 2 литрдан ішем, сумен нетіп. Сонымен осы міне уже жарты жылдай болды, 5 айдан асты. Осы екеуін мен күнде пайдаланамын. Барлық семьяма да бәріне пайдаланып жүрмін, ары қарай ішіп жатырмын, ішемде. Сондықтан сіздерге де ішуге кеңес беремін. Барлық құрылысқа, клеткаға жұмыс істейді. Ішіңіздер денсаулық керек болса. Рахмет, Мира ханым.